Көзбен көргеніңіз, құлақпен естігеніңіздің бәрі эмоция. Тек қана ақша табамын деп адамды стресске, депрессияға, кредиттеріңіз жабылмай қалуы мүмкін. Табиғат сияқты керемет күшті адамға бере алмайды. Жапондық 5 техника бар. Күйбең тіршіліктен осы тазан ошаққа тек қана астын жаға берсең, сіз спортты алып жүруіңіз керек. Армысыздар, бұл бизнес бастау каналы. Есімім Тағаев Нұрсұлтан. Бизнесті нөлден бастау бойынша экспертпін. Бұл канал бизнесті жаңадан бастап жатқандарға мотивация болу үшін және бизнесі барларға бизнесін ары қарай қалай масштабтау үшін көмектесетін каналдардың бірі. Және сонымен қоса тұлғалық даму бар, өз-өзіне күтім бар және спорт. Бүгінгі видео осындай керемет табиғат аясынан болады. Себебі табиғат қана адамға шабыт береді, табиғат қана адамды жігерлендіреді. Табиғат сияқты керемет күшті адамға бере алмайды ешнәрсе. Әлемдегі ең мықты елдердің бірі Жапония мемлекеті. Нақты 5 қағидасы бар. Ол дегенің солардың ішіндегі адамдарды жалқаулықтан жеңетін, адамға жұмыс істеуге мотивация беретін, күні продуктивный өту үшін адам жалқаулығымен күресу керек. Сол жалқаулықты жеңіп, ары қарай жұмысын бастай алмай жатқан адам, жалығып кеткен адам, ешнәрседен мән көрмеген адам, жапондық 5 техника бар. Техникалардың бірі бұл орман терапиясы деп аталады. Орман терапиясы деп аталады. Орман терапиясы деген міне табиғат, яғни адам болғаннан кейін табиғатпен етене өмір сүру керек. Себебі мынау күйбең тіршіліктен осы табиғатқа барып қана арылуға болады. Стресстен адамның ойына күнделікті 10 мыңдаған ой келіп кетеді. Оның бәрін ойлаңыз, оның бәрін басқару, оның бәріне әрқайсына қабылдай беру адамды стресске, депрессияға алып барады. Адамның миын зерттеген жапониялық ғалымдар осы орман терапиясын қосқан. Орман терапиясының ішінде міне табиғатта жүру, табиғатпен сырласу, табиғатта рахат алу және спорт қосылады. Көп кәсіпкерлер ақша табамын, қайтсем де ақша табамын, қалай затымды өткіземін, қалай өнімді сатамын, қалай қызметімді көрсетіп ақша табамын деп миында сан түрлі сұрақтар, жауабы жоқ сұрақтар болғаннан кейін соңы апатияға, депрессияға алып барады. Мысалға, үйдегі қазан ошаққа тек қана астын жаға берсең, тек қана отты гүрілдеп сала берсең, бірақ қазанның ішінде су болмаса, қазан не болады? Күйіп кетеді деген сияқты ғой. Осы тек қана ақша табамын деп жаңағы бар күшіңді тек ошаққа от салған сияқты сала беруге болмайды. Қазанның ішіне су құю керек. Қазанның ішіне су құю деген жүгіру керек. Жүгіре алмасаң жүру керек. Басқа амалы жоқ. Табиғат сияқты күшті бере алмайды. Табиғат сияқты стрессті ешнәрсе шығара алмайды. Күнделікті адам баласы болғаннан кейін проблемаларға жолығамыз. Бір адамдардың сөздерін естиміз, қатты сөздерді аламыз. Бастаған ісіміз болмай қалуы мүмкін. Бастаған ісіңіз нәтиже бермеуі мүмкін. Бәрі сізге қарсы болуы мүмкін. Бастаған ісіңіз еш нәрсе өнбейді, әйтеуір бірінен кейін бірі. Сондай кезде соның бәрі эмоция. Соның бәрі, көзбен көргеніңіз, құлақпен естігеніңіздің бәрі эмоция. Ол ешқайда кетіп жатқан жоқ. Адам болғаннан кейін күнделікті бір ситуацияларға жолығып жатамыз. Тіпті егер сіз кәсіпкер болатын болсаңыз, онда күнделікті проблемамен, стресспен, депрессиямен жолығасыз. Сіз қабылдап жатқан эмоциялар, сіздің көріп жатқан, кәсіпкер болсаңыз, клиенттермен сөйлесуіңіз бар, затыңыз өтпей қалуы бар, жаңағы саудаңыз жүрмей қалуы мүмкін, кредиттеріңіз жабылмай қалуы мүмкін, сіз ойлағандай болмауы мүмкін, барлық нәрсе артқа кету мүмкін, ауырып қалуыңыз мүмкін, денсаулығыңыз сыр беру мүмкін. Осының бәрі эмоция. Құлағыңыз не естіп жатыр, көзіңіз не көріп жатыр, барлығы эмоция. Олар ешқайда кетпейді. Олар адамның денесіне келіп тығылады. Барлығы денеде тұрады. Енді не істеу керек? Барлығы дене мусорға толып жатыр. Денедегі мусорлардан арылмай, сіздің жасап жатқан еңбегіңіз нәтижесі болмайды. Нәтижесі азғантай болуы мүмкін. Егер сіз көп жетістікке жетуің керек, жақсы бір табысқа жетуің керек дейтін болсаңыз, сіз спортты алып жүруіңіз керек. Кәсіппен бірге спортты алып жүріңіз.
кәсіпкер болмасаңыз да өміріңізбен бірге спортты серік қылыңыз. Барлық мынандай табиғат аясы барлық қалада бар, барлық ауылды жерде де бар. Келіп, бір уақыт мына құлақты демалдыру керек, көзді демалдыру керек. Себебі жаңағы эмоциялардан арылу үшін тек қана табиғат қана көмектеседі. Сосын жүру көмектеседі. Жаңағы денеге қалып кеткен эмоцияларды шығару үшін адам терлеу керек. Тері арқылы шығады. Қалай терлейміз? Жүгіру бар. Жүгіргеннен кейін барып, адам рахаттанады. Өзіңізді байқайсыз ба? Бір терлеген кезде сізде бір ерекше сезімдер болады. Міне сол тері арқылы, денені қимылдату арқылы ғана сол кешегі эмоциялардан, қалып кеткен қалдықтардан, мусорлардан солай ғана арыламыз. Көбіңіз естіп жатқан шығарсыздар, 10 000 шақ жүру керек, 10 000 қадам жүру керек деген сияқты, жүру керек деп. Ол не үшін жүру керек? Жүрген кезде адамның мына несі қимылдайды, адамның аяқтары қимылдайды, бұлшық еттері қимылдайды. Осы аяқ қимылдағаннан кейін аяқтың қан тамырларынан миға қарай воздух барады. Адамның миына қарай воздух барады. Сол кезде жақсы бір идеялар сол кезде келеді. Түсіндіре алдым ба? Міне өзіңіз жүріп байқап көріңіз. Көп жүгірген кезде мына не үшін аяқты қозғайды, не үшін жүгіреді, не үшін жетістікке жеткен адамдар неге жүгіреді? Байқасаңыз, міне сол жүгірген арқасында, көп қимылдаған арқасында аяқтағы қан тамырлардан воздух барады. Аяқтағы қан тамырлардан ауа барады. Мидың қан тамырларына. Одан кейін миыңыз жұмыс жасай бастайды. Одан кейін барып идеялар береді сізге. Одан кейін барып жұмыс жасатқызады. Одан кейін барып сіз қимылдай бастайсыз. Миыңыз жұмыс жасағаннан кейін сізге былай жасамайсың ба, былай жасамайсың ба? Мынандай варианттар бар ғой. Мына кәсіпті жасауға болады. Клиенттермен былай сөйлесу керек. Жарнаманы былай жазу керек деген сияқты идеяларды сол кезде береді. Көп адамдар тек қана мынау ақылға салады, мен тек қана оқи берсем, білім ала берсем деп. Жоқ, ақылға сала берген болмайды. Дене қосылмай мықты табыс жоқ. Дене қосылу керек. Түсініп отырсыз ба? Мына ақылмен, миыңызбен бірге жүрек қосылу керек. Жүрек деген мына денеңіз. Жүрекке кардио нагрузка түсу керек. Кардио ол қимылдау керек. Жүрек қимылдағаннан кейін барып миға оттегі барады. Осы қан тамырлар арқылы оттегі барады. Міне мимен жүрек қосылған кезде жетістіктің көкесі сол кезде. Мимен жүрек қосылған кезде проблемаларыңызды шеше бастайсыз. Мимен жүрек қосылған кезде сізге 100 түрлі, 1000 түрлі идея береді. Сондықтан тек қана миды қозғай бермей, мен бәрін білемін деп миды ғана қоса өрмей керек. Байқасаңыз, ақылдылар бұл әлемде көп. Ақылдылар өте көп. Ақылдылардың барлығы жетістікке жетіп жатыр ма? Жетістікке жетіп жатқан жоқ көбісі. Жетістікке жеткендер жүрекпен миды екеуін бірге қосқандар. Денеңіз қосылған кезде сізге шабыт береді. Сіз клиенттермен алысуыңыз мүмкін. Сізге таң атқаннан бастап күнделікті бір тапсырмалар тұрады. Күнделікті ананы жасауыңыз керек, мынаны жасауыңыз керек, кәсібіңізді үлкейтуіңіз керек, клиенттерді көбейтуіңіз керек деген сияқты. Сондықтан осы проблемаларға сіз дайын болуыңыз керек. Ол үшін мына дене қосылу керек. Тек қана мидың күшімен азғантай ғана жетістікке жетесіз. Тек қана миды пайдаланып, мизерный. Өзіңіз аспайсыз, финансы потолоктан аспайсыз. Белгілі потолоктан аспайсыз. Тек қана миды қолдана берсеңіз, ақылға сала берсеңіз, финансы потолоктан аспайсыз. Бір жерге тіреліп қаласыз. Енді сол потолокты тесу үшін сіздің миыңыздың шамасы жетпей қалады. Мына денеге қосылу керек. Денеге екеуі қосылған кезде мына потолокты сол кезде тесіп жүресіз. Ары қарай масштабқа кетесіз. Ары қарай болмай жатқан нәрселеріңіз болады. Түсіндіре алдым ба? Өйткені сізге энергия керек, күш керек. Құр ақылмен энергияңыз жетпейді. Құр ми энергияны толтыра алмайды. Сіз энергияға толған кезде ғана сіздің мына үлкен потенциалыңыз ашылады. Энергияңыз толған кезде үлкен потенциал ашылады. Менің кеңес беретінім спорт міндетті түрде. Денеңіз көнбеуі мүмкін. Бұл уақытқа жасамаған нәрсе ауыр болуы мүмкін.
сізді жалқаулыққа тарту мүмкін, сізді жасатқызбау мүмкін, бірақ жайлап үйренеді. Жайлап үйренеді. Дене рахаттанған кезде сізге идеяның көкесін береді. Дене рахаттанған кезде сіз үлкен бір жетістікке жетесіз. Себебі денеде қаншама жасушалар бар, қаншама қан тамырлар бар. Олардың бәрі ұйықтап жатыр, олардың бәрі өліп қалған деген сияқты. Солар тірілту керек. Егер осыларды, қан тамырларды, жасушаларды оята алсаң, саған қызмет жасайды. Денең саған қызмет жасайды. Денең мен миың қосылған кезде сен алмайтын асу жоқ. Денең мен миың қосылған кезде барлық шешілмейтін мәселені шешесің. Міне сондықтан жаратқанның берген денесі аманат, осы денені пайдалан, кардио нагрузка түсіру керек. Таңертең кардио нагрузка, жүректі қимылдататын не әдіс бар? Спорт, жаттығу, жүгіру, штанга көтеру деген сияқты. Міне кардио нагрузка жайлап күнделікті аз-аздан бастап үйреніп аласыз. Жапонияның дамып жатқаны, Жапонияның мықты мемлекет, техникасы дамып жатқан мемлекет болып жатқаны осы орман терапиясын қолданады. Сіз өзіңіз спортқа қалай қарайсыз? Спортпен айналысасыз ба? Комментарияға жаза кетіңіз, спортпен айналыссаңыз. Және қай қаладан қарап отырсыз, соны жаза кетіңіз. Немесе ауылдық жерден қарап отырсыз ба, сол ауылыңызда жаза кетіңіз. Жақсы жетістікке жетем дейтін болсаңыз, спортты өміріңіздің бір бөлшегі қылыңыз. Жүгіре алмайсыз ба? Жүріңіз. Егер мен жүгіруге аяғым жарамайды, белім жарамайды дейтін болсаңыз, жүріп бастаңызшы. 10 күн кішкене, бір апта 10 күн кішкене ауырсаңыз үйреніп кетесіз. Одан кейін ертең маған рахмет айтасыз. Сіз жақсы жетістікке жету үшін спорт керек. Сіз жақсы жетістікке жету үшін дене қосылу керек. Дене барлық, мына қолыңыз қосылу керек, аяқтарыңыз қосылу керек. Сол кезде ғана сіз адамдармен сөйлесе аласыз. Сол кезде ғана сіз ойыңызды жеткізе аласыз. Сол кезде ғана сіздің күніңіз продуктивный өтеді. Күніңіз бастаған ісіңізді жасай беріңіз келеді. Бастаған ісіңізді соңына дейін жеткізгіңіз келеді. Міне сол кезде адамға энергия бітеді. Энергия жоқ па, құр ақылмен еш нәрсені шеше алмайсыз. Сізді жетістікке жеткізетін бұл энергия. Мен жапондық 5 тәсілді келесі видео сабақтарда бөлісемін. Сол үшін каналға тіркеліп алыңыз. Көп кісілер каналда тіркелмей көреді екен. Видео аптасына 2 мәрте шығып отырады, видеоны немесе көрмей қалуыңыз мүмкін. Сондықтан каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Табиғатты жақсы көретін, спортты жақсы көретін достарыңызға осы видеоны жіберіңіз. Мотивация керек адамдарға, таныстарыңызға, туыстарыңызға осы видеоны жіберіңізші. Олар да көрсін, олардың